Армысыз, құрметті оқушылар. Олимпиадалық есептерді ары қарай шығаруды жалғастырайық. Бұл есеп ол да ауыл олимпиадасында келген 10-шы сыныптың 30-шы есебі. Бізде теңсіздік берілген, яғни а квадрат, б квадрат, с квадрат, д квадрат қосындысы. Үлкен неместен аб плюс п бц плюс cd дейді. Яғни осы теңсіздік әрқашан орындалатындай бізге п параметр мәнін табу керек. Яғни п бізде параметр, ол қалған сандар олар айнымалы кез келген сан болуы мүмкін. Сонда п деген коэффициент, яғни параметрдің қандай мәнінде бұл теңсіздік әрқашан орындалады. Так, бұл есепті қалай шығаруға болады? Бұны бірнеше әдіспен шығаруға болады деп ойлаймын. Қазір біз ең қарапайым әдісін қарастырамыз, ол толық квадраттарды бөліп алу. Яғни қараңыздар, бізде 4 квадраттың қосындысы берілген, а квадрат, б квадрат, с квадрат, д квадрат. Теңсіздіктің бұл сол жағы. Оң жағында бізде а, б дейді, п, б, с және cd. Енді қараңыздар, мысалы а деген сан, б деген саннан үлкен екенін дәлелдеу үшін олардың айырмасы нөлден үлкен немесе тең болатынын дәлелдеу керек. Яғни теңсіздікті дәлелдегенде біз осылай дәлелдейміз. Ең қарапайым әдіс, біз қазір теңсіздіктің оң жағы, яғни оны ағылшынша кітаптарда кездесіп қалсаңыздар, былай жазады RHS деп, right hand side дейді, сол жағын сәйкесінше LHS дейді, left hand side дейді. Так, қараңыздар, біз былай оң жағына қарай, сол жағына қарай өткізіп жіберейік барлығын. А квадрат плюс б квадрат плюс с квадрат плюс д квадрат и мыналарды азайтып жібереміз. Қазір біз толық квадраттарды бөліп шығарамыз. Осы өрнек бізде нөлден үлкен немесе тең болу қажет. Так, енді толық квадратқа келтіру үшін бізге ыңғайлысы бірден істеуге де болады мына жерде. Бірақ қазір ең ыңғайлысы менің ойымша қазір 4-ке көбейтейікші. Теңсіздіктің екі жағында 4-ке көбейтіп жібереміз. Мұны сол жағын біз 4-ке көбейтіп жібердік. Барлық сандарды минус 4аб, минус 4πbc, минус 4cd. И оң жағын тоже 0-ге көбейтеміз, 0-ге 4-ті көбейтеміз, ол 0 болады. Енді осы жерден біз қарайық. Бізде мына жерде 4аб бар, 4cd бар, және bc. Яғни бізде әр жақшаға сәйкесінше а квадрат, б квадраттар түсу керек, б квадрат, с квадрат түсу керек, және с квадрат, д квадрат түсу керек. Ол үшін былай істейміз. Так, 4а квадрат дейміз, бір жақшаға аламыз, оны немен? 4аб мен аламыз. Сонда толық квадрат болу үшін бізде мына жерде б квадрат болу керек. Плюс. Так, мына жерде қарайық дұрыстап, ұмытып кетпейік, қараңыздар. Біз мына б квадрат алдық қой, а бізде негізі 4-еу болған. Значит, бізде 3-еу қалып қалды. 3-еу қазір кетеді ол 3-ші жақшаға. Так, шатасып кетпеу үшін қараңыздар. Мына 2-ші жақшада бізде 4cd кету керек. Ол үшін біз 4d квадрат алайық бірінші. 4d квадрат минус 4cd и плюс c квадрат. Мына толық квадрат болады бұл да. Сонда бізде 3-ші жақшаға қарайға мына жерде c квадрат біреу ғана қолдандық. Бізде тағы да 3-еу қалды мына жерде. Сол 3c квадрат и 3b квадрат олар 3-ші жақшаға кетеді. 3b квадрат минус 4pbc и плюс 3c квадрат қалды, мұны. Осы үлкен неместен 0 болу керек. Ештеңе қалып кеткен жоқ қой? Ештеңе қалып кеткен жоқ еш жерде. Енді қараңыз, бірінші жақша бізде ол толық квадрат. Қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Екіншісі ол толық квадрат. Так, соны жазып қояйық онда. Бірінші жақша бізде ол 2а минус b-ның квадраты. Екінші жақша ол бізде 2d азайту c-ның квадраты. Дұрыс қой? 2d азайту c-ның квадраты. И үшінші жақша қалды бізде 3b квадрат минус 4pbc и плюс 3c квадрат. Мына осы бізде 0-ден үлкен немесе тең болу керек. Мынау әрқашан 0-ден үлкен, себебі бұл квадрат. 2а минус b ол минимально мәні 0 ғана болуы мүмкін. Егер 2а b-ға тең болса, онда ол 0-ге тең болады. 0-ден кем боламайды. Мынау да тура сондай.
егер 2d c-ға тең болса, онда ол 0 болады. Ал басқа кез келген мәні қойған кезде ол квадратталатындықтан ол оң сан болады. Яғни ол екеуі 0-ден кіші боламайды. Значит, бізде полный осы теңсіздік, осы өрнек 0-ден үлкен болу үшін бізде мынау нәрсе үшінші жақша ол да 0-ден үлкен болу қажет. Оны былай деп бір функция ретінде қарастыра саламыз, қараңыздар. 3b квадрат минус 4pbc плюс 3c квадрат деп тұр. Бұл алгебрада бұны однородный многочлен деп айтады. Біртекті көпмүше деп айтады. Не үшін біртекті? Себебі p деген бізде бір сан деп қарастырамыз. p-ны сан деп қарастырамыз. Ал b мен c ол айнымалы. Сонда мына жерде дәрежесі 2 ғой. Мына жерде дәрежесі 2, мына жерде дәрежелерінің қосындысы тоже 2. Яғни барлық дәрежесі тең болса, ол біртекті деп аталады. Оны былай істеп жіберуге болады. c квадратты жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Яғни c квадратқа бөліп жібердік. Сонда бізде b квадрат бөлінген c квадрат болады. Минус 4p b бөлінген c болады. И плюс 3. То есть біз просто c квадратқа бөліп жібердік. c квадратты жақшаның сыртына шығарып жібердік. Енді осы жерде айнымалы енгізе саламыз. b бөлінген c-ны t деп алайық. Сонда бізде осында ft деген функцияны қарастыру керек. Яғни 3t квадрат минус 4p көбейтілген t қосылған 3. Сыртта c квадрат тұр, ол да оң сан, оны қарастырмаймын, назарға алмасақ та болады. Бізге просто осы функция p-ның қандай мәнінде әрқашан 0-ден үлкен болады. Ал бұл біз білетіндей квадраттық функция просто дискриминант арқылы есептей салуға болады. Бұның дискриминанты 4p-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген 3 бос мүшелер, үлкен коэффициенттері бос мүше. Сонда 16p квадрат минус 36 болады. Ал біз білеміз, егер дискриминант 0-ден кіші болса, онда квадрат үшмүше әрқашан 0-ден үлкен болады. Әрқашан 0-ден үлкен болады, егер дискриминант 0-ден кіші болса. Немесе үлкен немесе тең болады, кіші немесе тең болса. Яғни парабола бізде x осінен жоғары жатады деген сөз. Болды, осы теңсіздікті шеше салсақ, яғни 16p квадрат минус 36 0-ден кіші немесе тең. Яғни 16p квадрат минус 36. Бұны жіктей салсақ болады. 4-ті жақшаның сыртына шығара салайық. Сонда бізде 4p квадрат минус 9, 4, 2p минус 3, 2p плюс 3 квадраттардың айырмасы формуласымен жіктей саламыз. Кіші немесе тең 0. Яғни бұл бізде осындай нәрсе ғой, мұны 2 түбір. Мына жерден түбірі 1,5, мына жерде минус 1,5. Мына 2 түбір бар, минус 1,5 и плюс 1,5. Сонда бізде мынау аралық болады. Интервалдар әдісімен таба саламыз. Есептің жауабы бізде минус 1,5-нан плюс 1,5-ға дейін. Ол бізде d деген жауапқа сәйкес келеді сонда. Есебіміз шықты, есеп қиын емес. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.